Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осы видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Манчестер Сити Чили 3-ші дивизиондағы Сантьяго Сити клубымен командаларының эмблемаларының ұқсастығына қатысты байланысқа шықты. Ағылшындық клуб Сантьяго Ситиге жазған хатында сауда белгісі мен ерекше дизайнды рұқсатсыз пайдаланды деп мәлімдеді. Сондай-ақ чилиліктердің пресс-релизіне сілтеме жасады. Онда Сантьяго Сити атауы Манчестер Ситиге еліктеу әрекеті үшін қолданылған. Қорытындылай келе қалалықтар Сантьяго Ситиден мұндай әрекеттерді тоқтатуды талап етті. Барселона Боруссия Мюнхен-Гладбахтың қорғаушысы Матиас Гинтерге қызығушылық танытып отыр. Дереккөздің хабарлауынша 28 жастағы ойыншы каталондық клубтың трансферлік тізіміне енді. Барселона жазда Гинтерді сатып алуды көздеп отыр. Ливерпульдің қорғаушысы Вирджил ван Дейк Чемпиондар лигасының 1-8 финалындағы Интермен өткен бірінші ойынның қорытындысы жайлы ойын білдірді. Бұл жерде ойнау өте қиын. Бұл өте жақсы команда. Ойыны жақсы, қорғанысын бұзу қиын. Сайып келгенде стандарттар тағы да маңызды рөл атқарды. Біз тартысты ойын өткізіп, сырт алаңда өте жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Олар өте жақсы қорғанды. Бізге оңай болған жоқ. Бірақ менің ойымша біз бұл жеңіске лайық болдық. Ливерпульде оңайырақ болмайды. Біз қысымға ұшырауымыз мүмкін екенін түсіндік, өйткені бұл Чемпиондар лигасы. Матч алдында да біз нені төзе алатынымызды талқыладық және оған дайын болдық. Біз өте жақсы ойнадық және қақпаны жақсы қорғадық, деді Ван Дейк. Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы Пол Погба Премьер-лиганың басқа клубына ауысуы мүмкін. Дереккөздің хабарлауынша, Погба Англияның басқа клубтарымен келіссөздер жүргізуге дайын. Дегенмен француз манкуниондықтардың лагерінде қалуы мүмкін. Барса мен Роберто арасында жаңа келісімшарт туралы келіссөздер үзілді. Барселонаның қорғаушысы Серхио Робертоның болашағы әлі белгісіз. Диарио Спорт хабарлағандай, келісімшарт ұзарту бойынша келіссөздер ақыры үзілді. Барлығы келесі маусымда ойыншының басқа клубта ойнайтынына бара жатыр. Ойыншы Барселонада қалу үшін жалақысын кем дегенде 50%-ға азайтуы керек деп хабарланған болатын. Сондай-ақ Хави ойыншыға үміт артып, оның қалғанын қалайды. Робертоның Барселонамен қазіргі келісімшарты осы жазда аяқталады. Салах Ливерпуль сапында Чемпиондар лигасының 50 ойынында 33 гол соқты. Бір клуб сапында Чемпиондар лигасында алғашқы 50 матчта тек 2 ойыншы көбірек гол соққан. Криштиану Роналду және Роберт Левандовски. Ливерпульдің бас бапкері Юрген Клоп Чемпиондар лигасының 1-8 финалы аясында Интерге қарсы ойындағы жеңіске қатысты пікір білдірді. Біз жақсы бастадық, бірақ кейін бізді қорғаушыларымыз қарсыластармен жиі бірге-бір жағдайға тап болды. Олай болмайды. Біз мұнда тамаша күн болады деген үмітпен келе алмаймыз. Бізде тамаша күн болмады, бірақ біз оң нәтижеге қол жеткіздік. Мен Хендерсон мен Кейтаның қосалқы құрамнан шыққаннан кейінгі қалай өнер көрсеткеніне өте ризамын. Луис Диас та тамаша жұмыс жасады. Фирминоға ойынға кіру үшін біраз уақыт қажет болды. Гол соққан соң өзіне сенімділік қайта оралғаны көрініп тұрды. Кенеттен доп тағы да жолдасымызға айналды және біз бұл кездесуде жеңіске жеттік. Рафаэл Луи мансабын ағылшын премьер-лигасында жалғастыруы мүмкін. Миланның шабуылшысы Рафаэл Луи мансабын ағылшын премьер-лигасында жалғастыруы мүмкін. Лондондық Арсенал 22 жастағы ойыншыға қызығушылық танытып отыр. Дереккөздің хабарлауынша, премьер-лиганың бірнеше клубы ойыншыға қызығушылық танытып отыр. Бірақ канонерлер португалиялық үшін бәсекеде көш бастап тұр. Ол ретте Милан ойыншыны жібергісі келмейді. Достар, бүгінге осы. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мәңгілік футбол. Келесі кездескенше.